Баршаңызға сәлем, құрметтілерім, сіздермен Динара. Бүгін сіздермен сергітетін, дәмді және салқындататын көже рецептімен бөліскім келіп отыр. Рецепт қарапайым, көп уақытыңызды алмайды және көп ингредиент қажет етпейді. Ең алдымен таза жуылған жуарпаны қайнап тұрған суға саламын. Дәміне қарай тұз саламын. Сұйық масса қайнағаннан кейін бетіндегі көбігін алып, газ плитаның отын азайтамын. Жуарпа дайын, шамамен 1 сағаттай пісірдім. Газ плитаны өшіріп, сусынды бөлме температурасында суытып аламын. Кейін сусын суып жылы болған кезде оны толық суығанша тоңазытқышқа қоямын. Толығымен суған сусынды екіге бөлемін. Бір бөлігін тоңазытқышта сақтаймын, ал бір бөлігін ішкенге жаратамын. Газдалған қышқыл сүт сусын, сүт және консервіленген жүгеріні қосып, бәрін араластырамын. Сусынның жағымды қышқыл дәмі болып шығады. Мінекей сергітетін, дәмді және салқындататын көже дайын. Сіздерге ұсынған рецепт және видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып тіркелуді ұмытпаңыздар.